Айналайын-ау, бар саулықтың қадірін біл, аяғыңды жылыста, кеудеңе кеудеше ки деп, басыңды жалаңбас жүрме деп үнемі қақсап жүретін мамаға, я мама, қойшы, жақсы кидім деп алдап-сулап шауып жүре беруші едік. Ертең менің жасыма келгенде қарғаларым-ау ауырасыңдар дейтін. Ал біз қолды бір сілтейтін едік қой. Неге екенін білмеймін, қартаймайтындай өспейтіндей жүреміз. Міне, үлкейдім дейтіндей 40-қа келмедім. Сол 50 жастың қақ ортасына жетем дегенде сырқаттандым. Әдеттегідей, жай қызу ғой деп, бір аспирин мен парацетамолды ішіп ап жүгіріп жүрмін әйтеуір. Аурудың 3-ші күні әл беретін емес. Өз дегеніне жетіп, әдірән қалғыр төсекке байлады. Пештің қызуы секілді ыстық дене, бірақ өзім алақыста жалаң аяқ жүргендей дірілдеп тоңып, аузыма келгенді сөйлеп сандырақтап жатырмын. Алла тағала назарын алып, мені сынағаны ғой деп, іштей дұғамды тілеп, Алладан жәрдем күттім. Бір жұмаға таяды. Есеңгіреген есім сол қалпы. Денеме бөлеп, бір тура өрт қойғандай 40 градус ыстық көтеріп. Дәрігерлер де көнбейтін ауру деді ме, жедел жәрдем көлігімен қалаға жіберді.